ұстабаған. Не айтасыз, ол ондай тақырып болып жатқан жоқ қой, сөйлейік та біз дейді. Сен қыз баласың ғой, ер азаматтар сөйлеп жатыр, микрофонды бер десем, ешкім тыңдамай, мә айт деп жынданып жатыр да. Нұрай, сабырыңа кел деп жатырмын мен. Сабыр айқайлайтындай ситуация емес қой. Бәрінің жүйкелеріңіз сыр беріп жатқан сияқты жайлап-жайлап. Ақерке. Я Балауса ханым, сәл қалт шыдаңыздар. Бәрінің бір жүйке сыр беріп жатыр ма, бірдеңе болып жатыр да. Енді мынандай ғой, просто суть андай нәрседе да. Білмеймін, Ақеркеге де жалпы дүние жүзіндегі барлық аруларға тілейтінім, андай ғой, саған қарағанда бір өліп тірілердей жақсы көріп тұратын жігіттің қасында болу, ол өте үлкен бақыт деп ойлаймын. Негізі Нұржан да өзгеретін шығар, сондай жігіт болатын да шығар болашақта. Бірақ Нұржан айтып жатыр да, сен мен жағдайымды түсінші, менде осындай ситуация ғой деп. Бірақ сонда да Ақеркеге наез жасайтын ретің емес па деп ойлаймын. Себебі Ақерке бір ызыңдап, маған ана қымбат нәрсе керек, маған мынау керек дейтін қыздың қатарынан емес, ол сенен жай көңіл сұрап тұр негізі. Сондықтан шешілетін мәселе ма деп ойлаймын мен негізі. Жауап берейін ба? Или керек емес? Өзіңіз біліңіз. Не ғой, Ақерке енді жаңа сөзімнің ортасын бөліп кіріп жатсың деп жатсың ғой. 6 ай таныстығыңда деп бастадың. Бұл кісімен 6 ай таныста болған жоқпын біріншіден. Одан кейін мақұл жарты жыл. Жарты жыл 6 ай емес па енді? Біз сәл ойлансай өзіңді, мейлі. Бірақ енді қарасаң, сен бірде бір рет гүл әкеп берген жоқсың дедің, эфирде бір рет гүлімді бергем, үйіне апарып гүлімді де бергем. Мысалы да, сен фактпен сөйлейтін болсаң, егер содан кейін сол нәрселер дұрыс болмағаннан кейін мен сенің сөзіңнің арасына кірдім. Ал былай айтып жатқан пікіріңнің бәрі керемет, оған қосылам. Жаңа пікірлеріңе келіспегеннен кейін сөзіңнің ортасын бөлгенім бар енді. Жоқ, енді айтып жатсың ғой, мен 2 рет гүл бердім деп. Бірақ сонда да біз мысалы Ақеркеге, наоборот, Ақеркенің де кішкенде бір андай бар да, требовать етпейтін сияқты болып көрінеді да. Біз Ақеркеге ең басында да айтқанбыз. Ақерке гүл болсын, басқасы болсын, кез келген қыз қалайды ғой ол нәрсені дегенде, Ақерке өзі наоборот жылы жауып қоя салатын всегда. Жоқ, ол маған береді, болашақта беретін болады деп. Біз наоборот Нұржан деп жұптыққа Нұржанды асықтырып жатсақ, наоборот Ақерке айтып отыратын еді. Жоқ, берсе жақында істеп қалады ғой деп. Енді ана нәрселердің барлығы қазір келіп жатыр да. Уже сенің қызың қасыңда жүрген 2 ай болсын, қанша ай болсын, жарайды 6 ай болмаған бола берсінші. Бірақ сонда да жай жаным күнім деген сөзден бөлек уже жұп болатын уақыттарың да келді ма деп ойлаймын да. Себебі қыз баласы бәрібір андай бір түрлі болады да. Бұл жігіт мені алмай ма сонда, маған үйленбей ма, неге бұл бұлай болып кетті деген сияқты. Сол мағынада айтып отыр. Атак 6 ай, 7 ай деп не ете берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Нұржанға, енді Нұржан андай нәрсе ғой, просто сен ортаға кейбір адамдар шыққан кезде де, мен шыққан кезде, басқа жандар шыққан кезде де, сен негізі сойып айтасың. Бауырым, еркекшесі керек қой. Сен андай пікірмен болсын, өткір бір орақты тілмен болсын, әзілмен болсын, сен қатты айтасың негізі. Бірақ сен постоянно байқалады да, сен өзің ортаға шығасың ғой. Чуть-чуть саған ауыр пікір айтылып кетеді ма, сен қатты даусың тоны көтеріліп кетеді. И сен оған в моменте атылып кетесің, ол дүние дұрыс емес бауырым. Андай менде де болады болса, мен әзілдеп кейде тиісіп қаламын, ондай болмайды. Менде ортада болады да, и мен кішкене андай нәрсе билеп келеді да, жоқ, менде пікір айтамын ғой деген нәрсе ойлаймын да, потом мен жаңа кімге, Айгүлге, Бекзатқа артық айтып қойған екен, болсаған кешірім сұраймын деген нәрсе болады. Нұржан, сен ортада отқан кезде сол нәрселер сәл контроль жасау керек сияқты. Контроль жасай алмай қалып тұрмын ғой. Енді ондай болып тұрады. Балауса ханым, қайырлы күн баршаңызға. Біз енді Нұржанды біз... Сөзіңізді аяқтап алыңызшы, Ернар. Жарайды, айта берсінші, Айгүл. Жоқ, аяқтал. Шешіп аларсына мен айтып жіберейін. Шешіп алсын, мен айтып жіберейін, Балауса ханым. Нұржан, жоқ, енді... мен айта берейін. Шешіп алыңыз, мен сөйлейін. Шешіп алдық болды. Мен айта берейін. Мына жерде Нұржанды біз байқаймыз да, жалпы. Негізі андай эмоциональный жігіт қой. Кейбір жігіттер болады. Бұдан Нұржаннан басқа да неше түрлі айтып жатқан жігіттер көп қой негізі. Адам лишнесінен өтіп болсын, былай да болсын, жаман сөйлейтін жігіттер бар. Бірақ именно Нұржанды көп байқап қалатыны соған таңғаламын. Нұржан негізі көп нәрселерді былай ауыр қылып емес, әзілмен жеткізе салатын моменттері көп та негізінде. Сол жағына да мән беріп қарау керек сияқты. И бұл жігітті басқа жігіттер мысалы өзінің ішіне қалса, бұл жігіт ондай емес. Бұл андай аңқылдап бәрін айтпаса керек та вовремя. И ішінде арамдағы жоқ жігіт екені де байқалады. Бірақ мен бір Ақерке жақтан байқайтыным негізінде бір болады ғой, объективті пікір айтамыз енді осы жерде отқаннан кейін ортамыз. Ана мен подругам, досым демейміз. Болмаса бір байқақ қаламда осы Нұржанмен бір қатты екеуінің арасында ерегісіп дау болғаннан кейін до конца ол адамдікі дұрыс болсын, дұрыс болмасын, до конца бір табис ететін байқақ қаламда кейбір кезде. И ол нәрсе дұрыс емес сияқты. Ортада отырғаннан кейін объективті пікір айтып кішкене қай жаңқы дұрыс емес деген сияқты. Именно сол адам ортаға шыққаннан кейін до конца осыған айтып тастауым керек. Ол маған алдында айтып қалды, сол ішімде абидам қалып кетті деген сияқты. Ал екеуінің отношениясына келетін болсам, Ақерке сіз жақтан да бір андай болмаған сияқты да Нұржанға. Міне Нұржан осы нәрсе маған ұнамайды.
ал осы нәрсе ұнайды деген сияқты нәрсені бір айтпайтын сияқтысың. Өзі тауып алсын, өзі ойланып алсын, угадать етіп жүрсін деген сияқты нәрсе болатын сияқты сен жақтан да. Балауса ханым, енді мына жерде айтып жатыр ғой, жаңа объективті пікір айту керек деген сияқты. Жалпы объективті пікір айтуды да үйрете алатын да адамдардың бірі менмін. Бірақ бұл жерде енді Нұржанның алдыңғы жолғы әңгімелерінен кейін, білмеймін, бір мен анандай қылып әлі тиісіп, бір Нұржанды тапит еткім келіп отырған адам емес. Мен по факту қандай тірлікті көрдім. Нұржан, мына жерде отырған кезде қалжыңмен, бәріне солайнан нормальный настройда жеткізеді. Бірақ ортаға шыққан кезде Нұржанға ешкім сөйлеуге болмай қалатындай состояниеде ашуланып кетеді. Андай барып бір сені ұрып тастағысы келетін адамдардың ашуы болады ғой, бір сондай ашу болып кетеді. И мен жаңағы айтып жатқан, мен жалпы Нұржанмен арамда пікірталас болмай тұрып та, мен Нұржанды ешқашан екі қолын ұстап алып, Нұржан, ойбай, сен керемет еркексің деп қолдаған адам емеспін. Мен всегда нені көріп тұрам, соны айтам. И мен басында Ақеркеге де айтқанмын. Ақерке, ертең сен требовать етіп, қазірден бастамасаң, ертеңгі күні бұл жігітке өзің жаловаться етіп отырасың деп бүкіл халықтың алдында айтқанмын да. И қазір Нұржан екеуміздің енді бұл кісіге маған сөйлеуге болмайды, бұл кісі маған сөйлеуге болмайды деген сияқты сөз жоқ қой бұл жерде. Мен бұл объективті пікірім, солай айтып отырмын. Енді Айгүл, білмеймін, сен кішкене өзің енді Балауса ханым, осы жерде былай ғой, жалпы сен айтып жатсың ғой, агрессивный жігіт дегенге келтіріп жатсың да. Бірақ енді Сержан да мына жерде ортаға шыққан кезде қазір ғой енді кішкене түзеліп, андай ортада кішкене приколмен әңгіме айтатын, ал басында біздің қатысушы жігіттерге наезбен әңгіме айтып, андай кәдімгідей, қалай айтсам болады, ауыр зіл болады, андай кәдімгідей. Сондай қылып жігіттерге негізінде қатты ауыр сөздер айтылатын. Ол кезде Ақерке сен айтпағансың, Сержан, сен қатты өтіп ауыр кетпей ақ қойса, кішкене ашуыңды бас деген сияқты әңгіме болмағанда, бірақ енді мына жақта Нұржанның ашуына бір андай, либо сен Ақеркені, Сержан екеуінің отношениядағыдай көріп тұрсың, сен айтасың ғой, өзінің ертең жаңағыдай жалынып болсын, соның бәрін сұрап алатын болатын деген сияқты. Значит, сенде де солай болған деп ойлаймын да. Сен де Сержан да басында білмеймін, ешқандай бір гүл әкеп беріп ондай нәрсе қылмағанда мен айтып бітейін Ақерке. Рахмет, қыздар, жақсы, керек емес, екеуіңізден де керек емес, себебі жөнді айтылып жатқан жоқ. Және былай жасақшы, бір-бірлеріңіз тыңдап та жатқан жоқсыздар. Жаңа енді Ақеркенің айтып отырғанында мен былай ойлап отырмын. Енді бұл біз көрермен де көзі ашық, біздің де көзіміз ашық.